Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жаңағы сахабалармен Мединада мешітте қадір түнін өткізді. Пайғамбарымыз қадір түнін біледі ғой, енді періштелерді көреді, Жибрилді көрді. Сонда сол қадір түні өткеннен кейін қадір түні өтіп кеткеннің белгісі күн шығып келе жатқан кезде болады. Соны сахабаларына және өзінен кейінгі қияметке дейінгі үмметіне бір қалдырғысы келді, осы белгіні көрсетіп. Құрметті бауырлар, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, және достарыңызбен бөліссеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Сіздер үшін 1-2 секунд, ал біз үшін үлкен мотивация. Хадисте келгендей, кімде-кім жақсылық жасауға жол көрсетсе, сол жақсылықты жасаушы адамның сауабындай сауап алады. Құдай қаласа, каналымызда көптеген пайдалы және қызықты видеолар шығатын болады. Авторлық роликтерімізбен қатар еліміздің белді уағызшылары Ерлан Ақатаев, Жарқын Мырзатай, Абдуғаппар Сманов, Хафизулла және тағы басқа ағаларымыздың үздік уағыздары шығып тұратын болады. Бізбен бірге болыңыздар, ал біз жалғастырайық. Сонда пайғамбарымыз күншығыс, яғни күн шығатын тарапқа, күншығысқа қарап тұрып, әне Жибрилді көрдім, әне Жибрил дейді. Сон сахабалар да енді пайғамбарымыз нұсқағаннан кейін бізге де көрініп қала ма деген үміт қой. Барлығы қарап, жаңа пайғамбарымыз көрсеткен жаққа, қайда Аллахтың елшісі, қайда деп. Пайғамбарымыз айтады, әнеке Жибрил орнынан қозғалды, 2 қанатын ашты дейді. Субханалла, Жибрилдің 600 қанатының ішінде 2 қанаты бар екен. Тек қана қадір түні бітіп аяқталған кезде, күн шығатын сәтте періштелерге Алланың әмірін білдірту үшін ашады екен да, 2 қанатын арнайы. Сонда жаңағы 2 қанат ашылған кезде жердің бетіндегі, жаңа ойлаңызшы, ең көктің қадірлі періштелері, жердегі Алла үшін қадірлі біз бен сіздің адамзаттың тағдырын жазып жатқан қаламдар тоқтатып, барлығы көтеріледі. Яғни Жибрилдің 2 қанат ашылды деген сөз, бітті, тоқтады деген сөз ғой. Сол сәтке дейінгі білім Алладан берілген, жазылып бәрі тағдырлар, кім не сұрады, болды. Енді осы кеткелі тұр ғой, көтеріліп. Сонда 2 қанатын ашты дейді. Әне Жибрил бастап көтерілді дейді. Бәрі қарап тұр. Ешқандай бір нәрсе өзгеріс жоқ, көре алмайды. Күнде ұясынан шығып бара жатыр сол сәтте. Әне бүкіл періштелер көтерілді деген кезде бәрі қарап тұр, күнне бір өзгерістер пайда бола бастады. Яғни күн шығып келе жатыр, бір өзгеріс бар. Сонда пайғамбарымыз айтады, әне Жибрилдің 2 қанатынан інжу мен маржандар төгіліп баратыр дейді. Анау өте сұлу, нәзік, су секілді мөлдірлік, әдемілікті ойлаңызшы. Содан тамшы болып тамып жатқан. Бұл ақиқат, ешқандай да фантастика емес. Мысалға, біздің иманымыз көтеретін тақырыптар ғой. Иман да, ақыл да бір-бірін. Өйткені пайғамбарымыз ақиқатты ғана сөйледі. Сонда жаңағы Жибрилдің 2 қанатының әдемілігі сондай, жердің бетіне қарай інжу мен маржан болып тамып жатыр ғой, тамшылар. Енді керемет әдемілік. Сол Жибрилдің 2 қанатынан тамған інжу мен маржандардың жағындай керемет жарқыраған нұрынан күн сәулесін жоғалтады екен. Ал енді қаптаған періштелер нұр болып көтерілген кезде түгел күнді жауып тастайды ғой. Ешқандай шапағы да, қызыл еш нәрсесі көрінбейді. Күн тек қана өзінің формасы дискі болып көрініп, сосын жаңағы Жибрилдің қанатынан тамып жатқан інжу маржандар енді күнді ойнатады. Ана періштелер күннің сәулесін жауып тастаса, ана тамып жатқан әдемілік, сұлулықтар Жибрилдің қанатынан күнді енді сондай керемет дәрежеде ойнатады. Енді осылай күннің ойнағанына 2 рет куә болдым өмірімде. Сонда ана 2 мәртеде күннің соншалықты әдемілігі, оны енді тілмен жеткізу мүмкін емес. Және оны ешбір жердің бетіндегі камералар да оның сұлулығын жеткізе алмайды. Алланың берген 2 көз камерасымен көрмесеңіз оны. Субханалла, сонда пайғамбарымыз осыны айтады, сахабалар тек күннің өзгеріп жатқанын көреді ғой. Сонда не үшін күн құбылып жатыр, әдемі болып жатыр? Сонда пайғамбарымыз айтады, бұл сәулесін жоғалтқаны періштелердің қаптап көтерілуімен, ал енді керемет ойнап, кәдімгі бриллианттар ойнайды ғой, бір сол секілді ойнайды күн. Сондай керемет ойнаған шағылсын көрген кезде бұл Жибрилдің қанатынан тамған інжу маржандардың нұрынан дейді. Міне осындай белгілері бар қадір түнінің. Бауырлар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге Аллах разы болсын. Арнамыздағы басқа да роликтерге мән беріп көрсеңіздер. Назарларыңызға рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.